клеммасы ілінеді. Осы гайканың астына салып. Аппарат судан, суықтан қорықпайды ол. Ұрғанға да ештеңе қылмайды ол. Engine mount деген реле бар. Реле 11 деп тұр ғой. Үшіншісінде жоқ. Төртіншісінде плюс бар екен. Бұны да қатырып түсеміз. Анасының өзі пучок қалың болады. Бұл через зажигание жалғанғандықтан машина өшіп тұрған кезде өшіп тұрады. Екеуі бірдей 5 ампер предохранитель болады. Осылай пластиктік хомутпен өздеріңізге ыңғайлы кез келген жерге бекітсеңіздер болады. Так, Sanyong Rexton. Бұл бізде 3.2 Мерстің моторымен жетті. Sanyong өз корейский машина. 2.3 болады, 2.5 дизельдері бар, шатаспасам. Жалпы осы машина орнатайын деп жатырмыз. Бұл жерде бәрі капоттың астына орнатылып, кез келген Sanyong'да осындай, бір-біріне ұқсас болады. Аккумулятордың жанында блоктың кішкісін ашып аласыздар. Ашқаннан кейін релесі, предохранитель бәрі ішінде тұрады. Енді барлық Sanyong'да мынау бірдей болмайды, әрқайсының әртүрлі болады. Дәл алдымыздағы Sanyong'ды біз былай жалғаймыз, релеге жалғанады кез келген машинада. Мына қатар реле былайынан тұрып қарап өздеріңіз ретін тауып аласыздар ғой. Бұл сурет бір жағынан ғана қарай аласыздар. Осылай қарайсыздар. Сол кезде мына жерде engine mount деген реле бар. Реле 11 деп тұр ғой. Бұл бізде үстіне санады екіншісі тұр. Ол мына реле. Орта жағында тұрған реле. Екіншісі үстіне санады. Осы релені шешесіздер. Басқа Sanyong'тарда да осындай engine mount деген реле болады. Біз соны тұрысы басқа болады оларда, мына расположениелері. Осындай engine mount деген реле болады. Осы релені шешеміз, 4 аяғы бар. Бұл релені суретіне қарап саласыздар ғой, енді айналдырып сала бермей. Бұл жерде ножкасына қарасаңыздар, так, бұл жерде бізде 87, 86, 85, 30 деп жазылыпты, жазуды көрсетші. Көп релем негізі 86 зажиганиеден плюс келеді. Біздер бір тексере алайық. Мына жерде тестер аламыз. Тестер бір жағы минусқа ілінеді. Мынандай қысқыш жағы. Одан кейін тестердің өзімен тексереміз. Мына жерде 4 тесікті. Біріншісінде жоқ, екіншісінде жоқ, үшіншісінде жоқ, төртіншісінде плюс бар екен. Енді үшеуінде жоқ. Соны тауып алдық, үшеуінде жоқ екен. Аға бір зажигание қосып біз видеоға көрсетіп жатқанымыз ғой, осылай жалғайтыр. Үшеуі керек бізге, жоқ мына үшеуінде. Осыны белгілеп алғаннан кейін қазір зажигание қосылады. Тағы бір тексереміз. Тұра тұрыңыз, асықпаңыз. Мынау бағанадан бері тоқ болған. Мынада сол күй тоқ жоқ, мынада да жоқ. А мынаған тоқ келді, зажигание қосылып тұрғанда. Тура осы тұрысында зажигание өшірсеңіз аға. Мынада тоқ бар, плюс бар. Зажигание өшкеннен кейін бұл да өшті. Осыны тауып алу керек ең бастысы. Енді комплектіда мынандай шнуры жүреді, өзінің 3 проводы болады. Қызыл, көк, қара. 3 түрлі сым. Қызылды релеге жалғаймыз. Жаңағы релеге қара минусқа жалғанады, көк плюсқа жалғанады. Бізге 10-дық кілт керек. Клеммаға қатырамыз, на болтқа бола береді. Әркім клеммасы әртүрлі енді. Ыңғайлы қылып қатырсаңыздар болды өздеріңізге. Қарасы мен көксінің басында вилкасы болады. Вилка кішкентай болуы мүмкін, сондықтан кішкене қайырып ашып алсаңыздар болады. Так, қарасы мынау минустың клеммасы ілінеді. Осы гайканың астына салып қатырып тастайсыздар. Өздеріңізге де ыңғайлы, уақытыңызды үнемдейді. Қатырасыздар. Одан кейін көксінің басында вилкасы бар. Так, гайканы босатып, бұны да тоже гайканы астына атырамыз. В общем, осы екі сым
клеммаға жалғанады. Жалпы кез келген машинада жалғау принципі жолы бірдей. Жалғанатын точкалар әртүрлі ғана демесе. Так, бұны да қазып тастаймыз. Клеммаңыз бостау ғой деймін аға, екеуі де. Қатпағанда ғой. Клеммаңыз қатырылмапты ғой. Инат. Қатырылғанда ұстамайды. Так. Потом бір кусочек алып, бақ қызыл сымды басын ашамыз. Мына жерде өзі кесілген жері болады. Содан ашып аламыз ғой. Мына сымның өзі пучок қалың болады. Сосын кішкене алып тастасаңыздар болады. Барлығы қалың болып кетеді. Осылай жартысынан аз қылып алып тастасаңыздар. Аны қиып жібереміз. Мына скрутка жасаймыз. Так. И мына контактыдан зажигание плюс келеді. Реле қарап аламыз. Бұларда енді реле былайда түседі. Былайда түседі ғой. Сондықтан жандағы релерге қарайсыз қалай тұрғаны. Так, бұл бізде мына контактыға түседі ғой. Бұл 85. Осының аяғына қарайсыздар. Қалың болмайтындай, жұқада болмайтындай. Оны жақсылап бұрасаңыздар, өзі қысылады. Артын салбырап қойып қипсайсыздар. Так. Релені орнына саламыз. Реле орнына түседі. Так, 3 сымышшаға жалғанады. Аппараттың өзін жалғаймыз. Штекерға. Киілді. Мына жерде уплотнительный резинкалар болады, су кірмейтіндей. Так. Енді машина нот алдырыңыз аға. Бұл через зажигание жалғанғандықтан машина өшіп тұрған кезде өшіп тұрады. Мына жерден көк свет жанады қазір. Индикаторы. Я. Машина от алды. Машина от алып тұрған кезде аппарат жұмыс істеп тұрады. Мына жерден көк свет жанып тұру керек. Осы көк индикатор болады. Аппарат через зажигание істейді. Өздеріңіз көргенде машина өшкен кезде өшіп қалады. Постоянно осылай свет жанып тұру керек машина от алып тұрған кезде ғана. Егер істемей қалса аппаратымыз мүлде свет жанбай қалады мына жерде. Сосын бізде қызыл сымда и көк сымда предохранителер болады. Екеуі бірдей. 5 ампер предохранитель болады. Осылар нагрузкадан қорғайды, машина зиян тимейді аппараттың. Осыларды тексеріп қоясыздар, егер свет жанбай қалса. Сосын аппарат судан, суықтан қорықпайды ол. Ұрғанға да ештеңе қылмайды ол. Осы жалғап болғаннан кейін бір тексеріп аласыздар. Кейін өздеріңізге ыңғайлы қылып капоттың астына кез келген жерге бекітсеңіздер болады. Оған қатып қойған орын жоқ. Пластиковый хомут болса, андай біреу екеуі де жетеді. Осылай пластиковый хомутпен өздеріңізге ыңғайлы кез келген жерге бекітсеңіздер болады. Аккумулятордан асып кетпейтін не қылып. Аккумулятордың жанына, үстіне, мынандай жерлерге мысалы қалың проводтар болады. Осыларға қызбайды.
Жылмайды ештеңені, ондай ауыр салмағы жоқ. Сондықтан бола береді. Налада 12 свет шамаға? Алтау ма? Алтау. Жоқ, үшті. Екі один. Екі-екіден тұра ма? Алтау. Bunu bilmeyi de kemer. Бізде де осы шекі бар. Ол бірақ 113 мотор. Görmeyiz. 104 ба? Біздегісі 113 қой. 12 светча болады. Еще ыңғайсыз жерде тұрады екенде. Сіздерде мына бетінде емес пе бар, е? Свечалары, катушкалары. Иә. Мерседестің ең жақсы моторлары осы дейді ғой. 3-2, 2-8. Ұзақ қыспай тұр екен. Жалпы болды аға. Oldu mu? Oldu.